сіздерме, мен бірінші курс студенті Айтбай Жанайра. Бүгін Космос мейрамханасының шеф-повары Жұматов Айдар Сәбитұлынан сұхбат алуға келдім. Өзім де осы аспаз мамандығына оқып жатқандықтан, мен де осы кісі сияқты шебер аспаз болғым келеді. Бұл кісі мен үшін үлгі тұтар мамандық тұлғасы. Сәлеметсіз бе, Айдар Сәбитұлы? Сіз осы мамандықты қалай таңдадыңыз және оның кәсіби жолы қандай? Сәлем, Жанел. Осы мамандықты мен кішкентай кезінен армандап жүрген болатынмын. Ол кезде шынымды айтсам 9-шы класста «Кухня» деген сериалы болған. Сол сериалға қарап, өзім бір шабыттанып, повар болғым келеді деген ой келді. Колледж индустрия туризм и гостеприимство колледжіне түстім 2013-те. Шыны керек, ол маманды ары қарай меңгергім келді. Биылғы 2024 па, 2024 жылға дейін 10 жыл өтті. 10 жылдың ішінде мысалға 5-6 кухняны бөлу мен үшін бір жетістік деп ойлаймын. Қазіргі заманда Космос караоке барының шеф-повары болам. Келесі сұрағым, осы мамандықты қалай жақсы көресіз? Бұл мамандықты енді өзім таңдағандықтан кейін өзіме ұнайды. Және даму жағынан әрқашанда жұмыста жаңағы енді келсем, кейбір кезде өз отбасылық жағдайға да уақыт жетпей қалады. Сосын бірақ өзім жұмыс ұнағаннан кейін, қалай сізге айтсам болады, қандай да бір тамақты жасаған сайын мамандыққа өзім сүйіспеншілігім арта береді. Біз Европаға елестейміз ғой, Европадан қараймыз осындай тамақтарда. Ал біздің мамандыққа әрқашанда ізденіс керек. Бұл мамандықтың қиындықтары неде? Бұл мамандықтың қиындықтары көп те деп айтамаймын, азды деп айтамаймын. Бұл мамандықтың ең басты қиындығы ол күн тәртібі. 18-16 сағаттан жұмыс істеп кететін күндеріміз болады. Және әрқашанда аяқта тұрасың, уақыт сайын бір демалуға аз уақыт болады. Қиыншылығы тағы біреу бар, мысалға елдің бәрі демалып жатқан кезде де біз жұмыстамыз, біз елдің бәрінде тамақ беріп, ас үйінде жүріп, өз жұмысымызды істеп жүреміз. Ол бір қиындық деп ойлаймын. Ал жаңа тағамдар ойлап табу сіз үшін қиындық тудыра ма? Жаңа тағамдарды ойлап табу мен үшін енді қиын деп ойламаймын. Ол адамның өз фантазиясына қарай кейін кезде мысалы шабыт ашылса, бір 3-4 тамақ ойлап табуға болады деп ойлаймын. Бірақ мен өз тәжірибемде мысалға мен өз жанымдағы жұмыс істеп жүрген поварлармен ақылдасып, бір сөзге келіп, жаңа тағам ойлап табуға тырысамыз. Қорытындылай келе, өз мамандығым болашағым, кәсібімді ашу және мақсатыма жету.